Сәлем достар, бүгін сіздермен қазақ халқының ұлттық тәттілерінің бірі жентті жасайтын боламыз. Жент бұл шай дастарханына қойылатын ұлттық тәттілердің бірі. Бұл жент қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын, әрқашан дәмі мен нәрін сақтайтын, көшпелі халықтың дастарханынан үлкен орын алатын тәттілердің бірі болған. Ал қазір осы тәттіні жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға талғанымызды салып алатын боламыз, және де ерітілген сары майымызды, сосын барып осындай сгущенкамызды қосатын боламыз. Сгущенка басын біріктіріп, формасын жақсы ұстауына көмектеседі. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, осылай қолымызға ұстап көретін боламыз. Бұл бізде қолымызға жабыспай өте әдемі болып формасын ұстайды. Үйіміздегі кез келген осындай формалар болса, осындай формаға жасасаңыздар өте әдемі көрінеді. Бұндай форма болмаса, домалақ етіп, шарик тәріздес жасап істесеңіздер болады. Осылай барлығын формамызға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа жіберетін боламыз. Тоңазытқыштан алып, өзіміздің формамызды орналастыратын боламыз. Барлық жентті мен осындай формаға жасайтын болдым, және де өздеріңіз көріп тұрғандай домалақ шарик тәріздес жасадым. Жентіміз дайын болды. Осылай да ұсынсаңыздар өте керемет болып көрінеді. Біз қазір шоколадпен жұмыс жасайтын боламыз. Осындай ақ шоколад және қара шоколадтарды осындай формамызға алдын ала құйып дайындап аламыз. Сол дайындап қойған формамыздың шоколадтың үстіне жаңағы өзінің формасына салып, тоңазытқышқа қайтадан жіберетін боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Бұл женттерді шоколадпен жасаған соң, шоколадпен өте әдемі болып көрінеді, және де қонаққа немесе сыйлық ретінде ұсынсаңыздар өте керемет болып көрінеді. Бұл қазіргі таңда хит болып жатқан тәттілердің бірі. Сосын осы ақ шоколадымызға кішкене рең беретін боламыз. Менде қызыл красительді кішкене ғана қосқан кезде ашық розовый түсті реңіміз пайда болады. Сол арқылы жасасаңыздар да болады. Міне біздің жентіміз дайын болды. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ас болсын!